Бүгінгі видеода ашық сабақ жасанды интеллект және мұғалім туралы болады. Бұны жай ғана әңгіме ретінде айтпаймыз. Өйткені ғылым туралы айту бұл әдемі хиссадастан әңгіме, қызықты оқиға айту сияқты емес, дәлдікті, нақтылықты және дерек көздерді қажет етеді. Сондықтан да мен өзімнің Instagram парақшамда жариялаған 3 күн ұйықтамай ашық сабаққа дайындалып ауруханаға түсе жаздағаным жайлы деген бір 6 секундтық рилс видео жарияладым. Бұл видеода 1.200.000-ден аса адам қаралды, 10 мыңнан аса адам бөлісті. Енді осы ашық сабақты өткізгенде мұғалімдер неге өте қатты шаршайды? ChatGPT-ден сұрап көреміз. ChatGPT-дің Deep Research, орысшасы глубокое исследование деген функциясы бар. Міне сол жерден зерттеу жасап көрейік. Ол үшін ChatGPT-ді ашасыздар. Сол жерде плюс деген астында плюс деген белгі бар ғой. Сол плюстың қасында былай тұрған екі параллель тұрған бір сызық бар. Сол сызықты бассаңыздар, сізге андай пано ашылады. Сол жерде жазылып тұрады глубокое исследование, расширенное исследование деп жазылып тұрады. Сол жерде глубокое исследование өзі телескоптың суреті бар. Міне мынандай сол телескопты басасыздар, сол жерге жазамыз. Мен андай зерттеу жасап көрдім. Жасанды интеллект мұғалімдердің жүгін жеңілдетті ме деген, және жасанды интеллекттің келуімен мұғалімдердің неге қиыншылық тудырып жатыр. Бұны дамыған білім мен технология дамыған Америка, Жапония сияқты елдерде осы жағдай қандай екен зерттеу жүргізіп көрдім. Ол үшін негізінен егер осы глубокий исследованиеға қазақша жазсаңыздар, ол тек Қазақстандағы жағдайды ғана жазып береді. Мысалы, Қазақстанда былай деп жазып береді: жасанды интеллект бәленбай ақша бөлініп, Қазақстанда да сабаққа енгізіліп жатыр. Оқушылардың білімін тексеруде және оқушылардың жеке тапсырма дайындауда қолданылып жатыр деп жазып береді. ChatGPT былай деп жауап беретін себебі, ол бұл деректерді қазақша жазылған жазбалардан алады ғой. Айтайын дегенім, ChatGPT-дің глубокий исследованиясын қолданып, өздеріңіздің ғылыми зерттеу мақалаларыңыздың теориялық зерттеу бөлімдеріне осындай мәліметтер, дерек көздер қоса аласыздар, және осы бөлімді, осы глубокий исследованиемен жақсы зерттеп алуға болады. Кейін әрқайсысын осы дерек көздерді Elsewhere-Scopus'тан немесе Google Scholar'дан мақаланың өзін шығарып алып, сол жерден оқып, арғарай нақтылай бересіздер. Бұл кейде, ал егер Қазақстандағы мен өзімнің тәжірибемнен глубокий исследование жасағанда кейбір дерек көздерді көрсете салады, ол дерек көздер жоқ, немесе яғни ешқандай ғылыми дерек ретінде, дерек көз ретінде қолдануға келмейтін жазба жұмыстары болуы мүмкін. Сондықтан да ChatGPT-ден осы глубокий исследованияда мен өзім өте көп идеялар алуға болады және қандай дерек көздер алуға болатындығын зерттеп көріп көзім жетті. Сіздер де қолданыңыздар. Мен өзімнің Instagram парақшамда жариялаған 3 күн ұйықтамай ашық сабаққа дайындалып ауруханаға түсе жаздағаным жайлы деген бір 6 секундтық рилс видео жарияладым. Бұл видеода 1.200.000-ден аса адам қаралды, 10 мыңнан аса адам бөлісті. Instagram алгоритмасына қарайтын болсаңыздар, бөлісу деген сөз, бізде де бұл, менің басымда да бұл бар деген сөз ғой. Және өте іштен, жүректен түсінген адамдар бір-біріне бөліседі. Яғни немесе мынау сен ғой деп соның жағдайын біліп жүрген адамдар бір-біріне жібереді. Сондықтан да 10 мың, осы рилсті бөліскен 10 мың адамды адам үшін ашық сабақ, жасанды интеллект және мұғалім тақырыбының өте қызықты, өзекті және бастарынан өткендігін
көруге болады. Бұл деген сөз көп адамның басында бар екен осы жағдай дегенді білдіреді. Және осы рилсқа жарияланған 400-ден аса пікірді алып, оны таблицасын жасап, контент анализін жасап, тақырыптарға бөліп, оны сандық дерек ретінде қолданып, анализдерін жасап, соның нәтижелерін бойынша осы видеоны түсіріп отырмын. Енді осы ашық сабақты өткізгенде мұғалімдер неге өте қатты шаршайды? Ғылыми мақала жазу туралы видеолар жариялап жүрмін Естөз YouTube каналымда. Қызықсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Ньютонның екінші заңы қалай аталады? Бүгін Қазақстан бұл 163 миллион сомның товарлы өнімін беретін 40 миллион малы бар өлке деп жаздыңыз. Қазақстан Республикасы президентінің мұрағатынан. Балалар, бүгінгі тарих сабағында Қазақстандағы 1931-ден 1933 жыл аралығында халық санының күрт кеміп кетуінің себептерін үйренеміз. My Estisav's channel has videos on artificial intelligence.